Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалады және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Синоптиктердің болжауына сәйкес, желтоқсан айының температура төмендеп, қар жауы мөлшері артады деп хабарлайды Aisha-Nasu.kz тілшісі Turkistan.сілтеме жасап. Алдағы күндері Қазақстанның басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы сақталады. Қар жауып, желдің жылдамдығы 15-25 метр секундқа дейін күшейеді. Оңтүстік-шығыстағы таулы аймақтарда қалың қар жауып, тұман түседі. Бұрқасын күтіледі. Ал республиканың батысында және солтүстігінде ауа райы жауын-шашынсыз болады деп күтілуде. Республиканың батысында түнде -13-23 градус, күндіз -5-15 градусқа дейін. Солтүстік және орталықта түнде -25-33 градус, күндіз -12-25 градус, шығыста түнде -25-37 градус, күндіз күні -17-23 градус, оңтүстік және оңтүстік шығыста түнде -10-22, күндіз -3-13 дейін ауа температурасы төмендейді дейді хабарламада. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.